Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі, жұмсақ, дастарханыңыздың сәнін ашатын, қуырылған пельменилардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Ыдысымызға міндетті түрде жылы суымызбен ерітілген сары майымызды құйып, оның үстінен бір дана жұмыртқаны және де жарты шай қасық разрыхлителімізді, бір шай қасық тұзымызды салып, оның үстінен бір шай қасық ашытқымызды салып, видеодағыдай жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді үстінен алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызды екі бөлікке бөле отырып салып, видеодағыдай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр егетін боламыз. Рецептінің толық нұсқасын описание бөліміне жазып қалдырдым, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Неге қамырымыз дайын болды, енді қамырымызды нығыздап жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Неге арада 1 сағат уақытымыз өтті, енді қамырымызды алып, аздап ұн себе отырып, екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөлік қамырларымызды арасына ұн себе отырып, жайып аламыз. Қамырды қатты жұқа да, қатты қалың да емес, орташа жұқалықта жаятын боламыз. Қамырды жайған кезде міндетті түрде ортасына ұн себе отырып жайыңыздар, себебі қамырдың құрамында ашытқы болғандықтан қамыр аздап жабысқақтау болуы мүмкін. Неге қамырымыз дайын, енді өзімізге ыңғайлы пішінде кесіп алсақ болады. Мен осылай өзіме ыңғайлы етіп, аздап кішілеу пішінде кесіп алдым. Сіздердің өз қалауларыңызша. Енді алдын ала дайындап алған начинкамызды салып, пельмениларымызды нығыздап түйетін боламыз. Пельмениларды міндетті түрде қатты нығыздап түйіңіздер, себебі қазір ыстық майға түскен кезде жай жұқалықта түйсеңіздер, ол ажырап кетуі мүмкін. Сол себепті барынша нығыздап түйгендеріңіз жақсы болады. Құрамы өте қолжетімді, кез келген үйден табылатын ингредиенттерден жасалады. Мінекей дайын болған пельмениларымызды енді қызып тұрған майымызға салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай видеодағыдай үздіксіз араластырып тұрсаңыздар, пельмениларыңыз бір қалыпты қызарып пісіп шығатын болады. Мінекей пісіп шықты. Енді пельмениларымыздың майын сырқытып, дәл осылай қалған пельмендерімізді де қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін ашатынына сенімдімін. Үйіңіздегілердің де көңілінен шығады. Аз болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнамда көптеген қолжетімді пирогтар, тіске бастарлар мен салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.